Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез дайындалатын тамақ түрін дайындайтын боламыз. Бастамас бұрын сіздерге өтінішім бар. Каналыма тіркеліп лайк басып кетсеңіздер, маған үлкен қолдау жасар едіңіздер. Құрамы пияз, 3 түрлі тәтті болгар бұрышы, чим-чим және де еттің кез келген түрі жарай береді. Менде қойдың еті. Қыздар, енді осы ингредиенттерден мынандай үлкендеу терка болу керек басы. Егер де ұсақ болса, онда сіздің морковтарыңыз езіліп кететін болады. Осындайда мен жерде 3-ін көп алып қойыппын. 1,5-ы да жетті маған. Осылай 1,5 қолдансаңыздар болады морков. Астына описанияға 1,5 деп жазып қойдым. Чим-чимнің жартысын аламыз да салып, кәдімгідей корейский салат жасап аламыз. Осыны жақсылап араластырып, су шыққанша 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минуттан кейін тамағымызды жасауды бастаймыз. Осы уақыт аралығында сәбізімізге соусы сіңіп, ерекше дәм береді. Енді табамызды алып, аздаған шемішкенің майын құйып, пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Оған етімізді саламыз. Менде айта кетсең, қыздар, мына жерде ет тез пісады. Осылай бетін жауып 10 минуттай бұқтырамыз. Және де оған сәбізімізді салып, араластырып, бетін жауып қоямыз. Енді 3 түрлі тәтті бұрышымызды саламыз осыған. Жарты қасық тұз, аздаған паприка қосамыз. Паприканың дәмі ұнайды маған, қыздар, тамаққа ерекше дәм береді. Жақсылап араластырып, жарты стакан суымызды құйып, бетін жауып, 20 минуттай бұқтырамыз. Осымен біздің өте дәмді тағамымыз дайын. Мен лапшамен ұсындым. Сіздер кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады.